Санның бүтін бөлгіштік белгісі. Білесіздер, сан 2-ге 5-ке қай уақытта бөлінеді? Соңғы цифрына қараймыз, яғни соңғы цифры жұпсамен аяқталса 2-ке бөлінеді, соңғы цифры 5-пен немесе 0-мен аяқталса, ол сан 5-ке бөлінеді. Ал 3-ке және 9-ға бөлінгіштік белгісі. Цифрларының қосындысы 3-ке немесе 9-ға бөлінсе, онда ол сан 3-ке де 9-ға да бөлінеді. Оны мектеп бағдарламасынан өткенбіз. Енді сан 4-ке немесе 125-ке қай уақытта бөлінеді? Соңғы 2 цифры 4-ке немесе 125-ке бөлінсе, қате 25-ке. Қайтадан оқи беріп қоса салсын. Соңғы цифры 4-ке не 25-ке бөліну үшін, ол санның соңғы 2 цифры 4-ке не 25-ке бөліну керек. Ал сан 8-ге немесе 125-ке бөліну үшін, соңғы 3 цифры 8-ге немесе 125-ке бөлінсе, онда ол сан 8-ге немесе 125-ке бөлінеді. Енді сан қай уақытта 11-ге бөлінеді? Жұп орындағы цифрларының қосындысынан тақ орындағы цифрларының қосындысын ажыратсақ, шыққан нәтиже 11-ге бөлінсе, онда ол сан да 11-ге бөлінеді. Алдарыңызда көріп тұрғандай, 63712 сан 11-ге бөлінеді. Себебі 6, 7, 2-нің қосындысынан 3 пен 1-дің қосындысын азайтсақ 11 шығады, ол сан 11-ге бөлінеді. Келесі қасиеті, тізбектес n бүтін санның көбейтіндісі m санға бөлінеді. Себебі тізбектес m санның көбейтіндісі m факториал. Оның ішінде қайтсе де m саны кездеседі, ол сан m-ге бөлінеді. 2 тізбектес жұп санның көбейтіндісі 8-ге бөлінеді. Енді осы қасиеттерді пайдаланып, біз сіздермен бірнеше есеп шығарып көрейік. Бірінші есеп. В цифры қандай болғанда 2v1 саны 9-ға бөлінеді. Яғни 4 орынды сан 9-ға бөліну керек. Бұндағы 2-ші, 3-ші орындағы тұрған сандар v саны. Жаңа алдындағы айтылған 9-ға бөліну үшін, ол санның цифрларының қосындысы 9-ға бөліну керек. Ендеше 2-ге v-ні қосамыз, оған v-ні қосамыз, 1-ді қосамыз. Бізде 3 қосу 2v. Қосынды 9-ға бөліну керек. В санының цифры екенін білсек, v 3 шығады. Яғни жауабы 2331 саны 9-ға бөлінеді. Жұлдызшаның орнына қандай цифр қойғанда 523 жұлдызшасы бар соңында саны 5-ке, 8-ге, 9-ға бөлінеді. Енді 5-ке бөліну үшін соңғы цифр 5 немесе 0 болу керек. Және 8-ге бөлінетін ескерсек, онда соңғы цифр 0 болу керек. Себебі 5-пен аяқталған сан 8-ге бөлінбейді. Енді 5-ке 2-ге 3-ті қосатын болсақ 10, яғни цифрларының қосындысы 10, ал 9-ға бөліну үшін ол сан 18, 27 сандары 9-ға бөлінеді. Ендеше осы 18-ден 10-ды аламыз 8, 27-ден 10-ды аламыз 17. Ендеше 8-ге бөлінгіштік белгіні ескере отырып, соңғы цифр 3 цифр 8-ге бөліну керек. Ендеше 523800 саны, 523080 саны және 523440 саны осы жұлдызшаның орнына қойғандағы осы 3 санға бөлінетін сан шығады. Келесі есеп. Бірдей цифрлардан тұратын 3 таңбалы сан 3-ке немесе 37-ге қалдықсыз бөлінетін дәлелде дейді. Енді біз 3-ке бөлінгіштік белгіні білеміз. Цифрларының қосындысы 3-ке бөліну керек. Бірдей цифрлардан тұратын санды А сан деп алсақ, онда А саны 111 көбейту А. 3 көбейту 37 А болғандықтан бұл сан 3-ке де 37-ге бөлінеді. Ендеше 555 саны 111 мен 5-тің көбейтіндісі, ол 3 көбейту 37 көбейту 5, 999, 111 көбейту 9, 3 көбейту 37 көбейту 9 санның көбейтіндісі. Ендеше біздегі 3 бірдей саннан тұратын сан 37-ге де 3-ке де бөлінетін дәлелденді. Назарларыңызға рахмет.